Мынау бүгін бізде Mercedes 211 кузовта 3/2 объеммен бұның автомат коробкасының майын ауыстырып жатырмыз. Астын майын төгіп поддонын шешіп қойдық. Фильтрі майы қарайып кеткен екен бұның. Мадейін Шина деген фильтр тұр екен. Біз бұған германский ман фильтр салатын боламыз қазір. Майы ауыспағанына біраз болып тұр. Мынау коробканы асты. Бұның бәрін жуып тазалап, фильтрін ауыстырып, жинайтын боламыз. Майын ауыстырып, майды өзінің допускысымен құйып жинаймыз қазір. Коробканы тазалап, жаңа фильтрін сап қойдық. Енді поддонын жабатын боламыз. Поддонын тазалап, жуып, жаңа прокладкасын салып, бұған міне ман фильтр. Осындай болады бұның фильтрі. Качествосы жақсы фильтр, ман номері мына міне. Если что. Қазір жауып майын құятын боламыз. Поддонын жауып, бәрін қысып қойдық. Енді майын құямыз енді. Біз бұл жерде машинаның майын таңдайтын боламыз мына жерден. Chronoil деген сайт бар. Осы жерден Mercedes 211 кузовты жазамыз. Бұның жылы 2003 жылғы Mercedes бұл. Мына жерде мына 3/2 объеммен E320 деген таңдаймыз. Бұл жерде мына моторы 112 мотор, 8 литр май кетеді. 0,40, 5,40, 5,50 деген майларды құйсақ болады екен. Енді бізге коробкасы керек бұл жерде. Коробка передач автоматическая. Осыған кіреміз. Коробкасына 8 литр май кетеді деп тұр. Енді қандай май құю керек екен, мына жерден былай ашып көреміз. ATF майы. Бұл жерде міне Mercedes-Benz 236 деген допускідегі майды құятын боламыз. Майды бұған осы жерден шуптың орнына құямыз. Бұған міне Раксол ATF Mercedes-Benz 236 допускысындағы майды құйылады бұған. Енді бұны мынау мотор коробкадегі гидромуфтадағы майды төгетін боламыз. Мынау охлаждениенің трубкасын ажыраттық мына жерде радиатордан. Бұл жерде өзі май ағызып жүрген екен алдын. Енді мынаның сальнигін ауыстырып, осының майын тоқтатып беруіміз керек. Мына жерден май ағызып жүрген екен. Енді осыны қазір гидромуфтадағы майды ағызып аламыз. Мен сальнигін ауыстырып, майын тоқтатып беретін боламыз ғой. Мына машинаның коробкасының майын ауыстырып біттік. Жаңа май ағызған жердің бәрін тазалап, жуып, майын тоқтатып, сальнигін ауыстырып, зың ғой, құдай қаласа.